Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Бүгінгі бағдарламада мен сіздерге өзім тапсырысқа жасап жүрген қызыл барқыт тортының рецептісімен және де қолға жабыспайтын кремнің рецептісімен бөлісетін боламын. Және де осындай кереметтей жұмысымызды жасай отырып, әдеттегідей өте мағыналы қиссамды баяндаймын. Соңына дейін өткізіп жібермей тыңдасаңыз, көкірегіңізге кереметтей құндылық жиналары сөзсіз. Сонымен бүгінгі қиссамыздың тақырыбы әлімсақ уәдесі. Хазіреті адам бірде ұлық Аллаға: ұрпағымды көрсем бола ма? Деп қолқа салды. Алла тағала адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын барлық ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да шашып жіберді. Самсаған сансыз рухтар аспан әлеміне сыймай кетті. Кейбір рухтар құйрықты жұлдыздай жарқырай ағып, арасына заулап ұшып жүр. Ерекше үлкен һәм айбарлы көрінді. Адам ата: не себепті мына рухтар ерекше үлкен, айрықша нұрлы? Деді. Бұл сенен тарайтын 124 мың пайғамбардың рухы. Олар надан қауымды тура жолға салып, адамшылыққа тәрбиелейді. Сондықтан олардың рухы ерекше айбынды. Олар екі дүниеде де менімен байланыста болады, деді. Олардан бөлек рухтардың тағы бір тобы шолпан жұлдызындай жарқырап маңайына сәуле шашып жүр. Бұлар кімдер? Деді. Бұл жүрек көзі ашылған әулие ғұламалар. Олардың не артықшылығы бар? Олар қай заманда туса да әділдіктің туын көтереді, дүние қайғысынан азат болады. Олардың жүректері ақылдың кені, шын сөзге шешен, кез келген қауымның рухани дертін де шипасында солар біледі. Қиямет қайымға дейін рухани ілімнің жауһары соларда сақталады, деді. Адам ата ұрпағының көптігіне қайран қалып: я Аллам, бұлар жер бетіне қалай сияды? Деді. Уайымдама, адам, олардың бір тобы әкенің белінде болады, енді бір сыпырасы анасының жатырында жатады. Сағаты толғандары жерге жұтылады, кезек келмегендер осында болады. Тірілері жерде уақытша тіршілік етеді. Ғарасат майданы басталғанша бұл тізбек осылай жалғасады, деді. Адам ата ұрпағының қамын ойлап: менің ұрпағымның біреуіне қаза жетсе, көзі тірі туысы ол қайғыны қалай көтереді? Деді. Алла тағала: мен оларға жас сәбидің қуанышын сыйлаймын. Олар жаңа туған ұрпақты көрген сайын алдыңғы аталарының қазасы мен қайғысын ұмытады. Балдырған балалар олар үшін әмәнді қуаныштың сарқылмас қайнары, деді. Адам ата рухтардың бір-біріне ұқсамайтын өзгеше екенін көрді. Ұлық Аллаға: я Аллам, бұлар неге бір тілде сөйлемейді? Тұрмыс тіршілігі мен салт дәстүрлері де ұқсамайтын сияқты, деді. Ей адам, менің ең ұлы хикметтерім осында жасырылған. Мен олардың түрін де, тілін де бір-біріне ұқсамайтын етіп жараттым. Керек десең, әрбір құлымды бір-біріне ұқсамайтын етіп рең беремін. Бұл менің шексіз шеберлігімнің айғағы. Егер мен барлық адам ұрпағының бір бейнеде жасасам, олар бірін-бірі тани алмай әуреге түседі. Ағасы інісін, атасы баласын айыра алмай шатасады. Олар бірін-бірі тілінен, түрінен, даусынан жазбай танып, тату-тәтті тіршілік кешеді. Сол сияқты барлық ұрпағыңды қалауымша ұлттар мен ұлыстарға бөліп жер бетіне таратамын. Олардың өмірі қызықты һәм думанды болу үшін сан алуан салттар мен ғұрыптарды ендіремін. Олар бірін-бірі салты мен санасына, ұрпағы мен дәстүріне қарап айырады. Парасатты құлдарым адамдардан айырмашылық емес, ұқсастық іздейді. Тануға талпынған сайын олардың бауырмалдық сезімі артады. Мен оларды бөлу үшін, не болмаса біреуінен артық көру үшін жаратқан жоқпын. Бірін-бірі іздеп, сағынып жүрсін деп солай жараттым. Мұның терең хикметі осы, деді. Адам: олардың салт санасы мен әдет ғұрпы әртүрлі болса, сенің бірлігіңді қалай табады? Деді. Мен жүректің түкпіріне ар мен ұяттың тұқымын ектім. Егер олар жалған дүниеде ардың әмірін тыңдап, ұятының жетегінде жүрсе, менің ұлы бірлігіме қайта оралады. Я ұлы жаратушы ием, сонда сенің алдыңда ең артық, ең қайырлы құлдарың кімдер? Менің алдымда ар таза адамдар ғана артық. Ұрпағыңа осыны өсиет ет. Ақ түсті адам қара нәсілді пендемнен артық емес. Барлық ұлт пен ұлыстың дәрежесі тең. Әділдік үшін күресіп, барша адам баласын бауырым деп сүйгендер екі дүниеде де нығметке бөленеді. Олардың діні мен дәстүрі бөлек болғанмен арға ғана мінәжат етеді, деді. Адам ата ұлық Алланың бұл хикметін кейінгі ұрпағына өсиет етіп қалдырыпты.
Адам ата зер салып қараса, кейбір рухтардың қолы жоқ, енді бірінің көзі жоқ, енді бірінің ақыл есі кемтар екен. Адам ата: бұларды неге кемтар қылып жараттың? Мұнда қандай хикмет бар? Деді. Сенің 12 мүшесі сау ұрпағың кемтар жандарды көріп ғибрат алады, сау күндеріне шүкіршілік етеді. Ал кемтарлардың жайы не болмақ? Олар оның ақысына ақыретте сұралмайды, деді ұлық Алла. Адам ата самсаған рухтың ішінен ақ түсті және қара түсті рухтарды көрді. Бұлар неге ақ пен қараға бөлінген? Деп сұрады. Ақ түстілері қиянаттан аулақ болған ақ жүрек құлдарым, қара түстілері зорлық пен дүние жинап қиянатты серік еткен қара бет құлдарым. Бұлар туылмай жатып қалайша жақсы мен жаман болып айырылып үлгерген? Мен барлық істің әуелінде ақырында білуші шебер Алламын. Құдіретімді түсіне алмайсың. Оларды өз қалауыммен бөлген жоқпын. Бұлар дәрежені дүние ісінде сыналып, махаббат майданында күресіп табады. Бақытсыз құлдарым түбі жоқ қорлықты қара ниетінен табады. Мен оларды өз істеріне куә ету үшін сынаққа жер бетіне жіберемін. Сүрген өмірін амал дәптеріне жаздырамын. Жұрттан жасырып құпия ұстайтын арам ниеттерін де жазып аламын. Оларда махшарда осы құжатпен соттаймын. Оларға қылдай қиянат жасалмайды. Тарының қауызындай қиянат жасаса, ақырда алдына шығарамын. Тозаңдай жақсылық қылса да, оны да өзіне көрсетем, деді. Содан соң рухтарды түгелдей жер бетіне жіберді. Олардың бір тобы қайтып келді. Ұлық Алла: қалғандарың қайда? Деді. Олар жердегі нығметтерге алданып сол жақта қалып қойды, деді. Сендер неге келмедіңдер? Сендер неге келдіңдер? Деді. Жердегі тіршілік жанға жуаныс болмады, деп шулады рухтар. Ұлық Алла оларды пейішке кіргізді. Пейіштен рухтардың үркердей тобы ғана Құдайдың алдына қайтып келді. Ұлық Алла: қалғандарың қайда? Деді. Олар пейіште қалды. Жәннаттың сансыз нығметі оларды баурап алды, деді. Сендер неге пейішке қалмадыңдар? Мен 8 жәннатты сендер үшін жараттым. Тағы не тілектерің бар? Деді ұлық Алла. Рухтар: я Алла, пейіште мін жоқ, бәрі де ғажап. Бірақ бізге сенің дидарың ғана мәңгілік жұбаныш бола алады. Біз сенің жамалыңа ғашықпыз, деді. Дидарымды көргісі келетін құлдарыма ауыр сынақтар жіберемін. Ғашықтық жолы қылыштан да өткір, қылдан жіңішке. Бұл жолда салихтардың көтеретін міндеті мен жүгі өте ауыр. Адам тұрмақ, пілдер тізесін бүгеді. Шыдайсыңдар ма осы сынақтарыма? Деді. Рухтар бір сәтке іркіліп қалды да: я Алла, басымызға сынақ түскенде бізбен бірге боласың ба? Деді. Болам, бірақ шартым бар. Сендер мені үздіксіз еске алып, есімдерімді мақтап, пәктеуден танбайсыңдар. Жүректеріңе дүние қайғысы кірмесін, деді. Егер бірге болсаң, біз де сені тынбай еске аламыз, деді. Мен де сертте тұрамын ендеше. Мені зікір еткен құлдарымды мен де есіме алып, жанына жігер, рухына қайрат беремін, деді. Осыдан соң ұлық Алла барлық адам ұрпағын бір алаңға жинады да: әләсту би раббикум, сендерді жаратып тәрбие етуші мейірімді иелерің мен емес пе? Деп сұрады рухтар. Қолу бәлә, әлбетте сенсің, я Алла, деп жамырай шуласты. Ертең дүниеге барған соң мені ұмытып кетпейсіңдер ме? Жоқ, біз дүние есігін аша сала сені іздейміз, деп жамырады рухтар. Олар сол сәтте дүние тіршілігінің қалай боларын білмегендіктен солай жауап берді. Ұлық Алла: онда ертең қияметте бәріңді топырақтан қайта тірілтем. Сол кезде осы уәделеріңе қаншалықты берік болғандарыңды тексерем. 5 күн жалғанда сүрген өмірің өздеріңе айғақ болады, деді. Осылайша әлімсақ уәде салынды. Уәде алынып болған соң барлық рухтарға ұлық Алла: әлімсақ уәдесінің құрметіне маған 2 рет сәжде жасаңдар, деп әмір етті. Сол кезде рухтар 4 топқа бөлініп сала берді. Бірінші сәжде жасалғанда артқы қатарда тұрған рухтардың бір парасы иілмей тұрып қалды. Тағзым 2-ші рет қайталанғанда артқы қатарда тұрған рухтардың біраз бөлігі иілді де, алдыңғы саптағылардың жартысы қозғалмай тұрып қалды. 3-ші бір топ 2 ретте де қақайған қалпынан танбады. Рухтардың соңғы жамағаты ұлық Аллаға 2 рет тағзым еткенде де жаңылмады. Адам ата 4-ке бөлінген рухтар тобын түсінбей: я Алла, бұл не хикмет? Деді Алла тағала. Біріншіде иілмеген рухтар дүниеге келген соң әлімсақты ұмытып өз ісімен әуре болатындар. 2-ші рет сәжде жасалғанда соңғы саптағылардың бір тобы тағзым етті. Олар дүниеге барған соң жастары ұлғая келе хақты іздеп талпынатын топтан болады. Оларға да менің назарым түзу. Бірақ бірінші жығылғандардың бір бөлігі 2-ші ретте тікірейіп тұрып қалды.
Олар жас кезінде елге дін жайып ақыл айтады. Орта жастан асқан соң дүниеге бой алдырып, 200-ді пендеге айналады. Келе-келе сенімін жоғалтып, менімен дұшпандасады. Хақ дінді бұлғаушылар осылардан шығады. Үшінші топта кілең қасарысқан кесірлер тұр. Олар дүниеге барған соң менімен өле-өлгенше және менің момын құлдарыммен ұстасып өтеді. Менің ең жек көретін құлдарым осы қасарысқан тәкаппарлар. Соңғы топ салихтар жамағаты. Олардың саны аз, бірақ бұл дүние сол салихтардың дұғасымен тұрады. Салихтар болмаса, көк аспан оларды жаншып тастайды, жер жұтып қояды. Салихтар менің сүйікті достарым, мен оларды жақсы көрем. Олар да мені сүйеді. Хақтың жолында басын бәйгеге тігуден тайсалмайтын тақуалар осылар, деді. Деп, бүгінгі қиссамызды аяқтаймыз. Мінекей достар, менің кереметтей міне тортымызда дайын болды. Менің егерде осы видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Ал достар, жақсы келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Барлықтарыңызға аман.